Сәлем құрметті трейдерлер. Стоп-лоссты графикте қалай өзгертуге болады дейді. Графиктен шықпай уақыт жоғалтпас үшін дейді. Сол сұраққа жауап бере кетейін. Так, оның алдында мына жерге қазіргі позициямыз қанша плюсте тұрғаны көрсетіп тұратын функциясы бар. Осы МТБ-тің соны қосып қойық. Ол үшін мына үш сызықтар, осы үшеуіне басамыз. Настройки. Мына жерде profit loss деген бар. Көрсету ашық тұрған позицияны қаншалықты қандай суммада плюста тұрғанын, болмаса минуста тұрғанын көрсететін. Осыған галочка қоясыз. Қайтадан артқа шығайық. Мына жерде көрсетіп тұр. Қанша сумма плюста тұрғанымызды. Так, енді негізгі тақырыпқа келейік. Стопты қалай графикте өзгертеміз дейді. Бұның қиындығы жоқ. Алдыңғы видеолардың бірінде де айтқан сияқтымын, енді оны көрмей қалған сияқты, сондықтан осы қысқа видеода жауап бере салайын. Мына екі сызық тұр, біреуі стоп, мынау біреуі жаңағы кірген точкамыздың линиясы. Осы екеуінің кез келгеніне басасыз. Мысалы, стопқа бастыңыз дейік. Болмаса мына үстіндегі кірген точка басасыз, бәрібір стоп лоссыңыз мысалы мынандай жаңағы сызықша болып шығады. Осы арқылы ары бері қозғайсыз. Мысалы, керекті жеріңізге қойып алдыңыз да, одан кейін барып, мұны төмен жақта тұрған стрелка бар. Осы стрелканы басасыз да, модифицировать деген басып саласыз, болды, сіздің стопыңыз өзгерді деген сөз. Мысалы, бассаңыз, қанша мен жабылатындығы туралы мына жерде суммасы шығады, стоппен жабылған жағдайда деген сияқты. Енді take profitті қалай қоямыз деген сұраққа, take profitті тура сондай. Кез келген жаңағы неге басасыз, сделкаға, болмаса стоптың линиясына. Содан кейін мына астында take profit деген жазу тұр, TP деген, бірақ фонда, ақ фонда тұр. Осыны бассаңыз, жасыл фонға ауысады. Жасыл фонға ауысқаннан кейін қасындағы стрелканы басасыз да, модифицировать. Болды, take profitіңіз қойылды деген сөз. Оны енді өзгерту үшін қайтадан басасыз, одан кейін ары бері қозғайсыз. Мысалы, қайтадан жоғарырақ қойайық та, төмендегі стрелканы қайтадан басасыз, мына стрелканы. Өзгерді. Take profit жоғары кетті. Мысалы, take profitті алып тастау керек болса, графиктен қайтадан take-тің линиясына басасыз. Take profit деген мына жерде жасыл фонда жазылып тұр. Осыны бассаңыз, фоны ағарады. Қасындағы стрелканы басып, изменить десеңіз, take profit алынып тасталынды деген сөз. Осындай қарапайым қимылдардың көмегімен стопты да текті де өзгерте бересіз. Енді тағы бір сұрақ болған екен, жаңағы қалай безубытыққа ауыстырамыз, одан кейін оны ары қарай жаңағы баға өскен сайын артынан қуалап жүргізіп отырамыз деген сұрақ болған екен. Ол туралы бөлек видео жаздым. Оның қалай қосу керектігі туралы трейлинг стоп деп аталады. Ол функция мына мобильный версиясында жоқ, МТБ-тің. Ол компьютер арқылы жасалынады. Сондықтан сол компьютерден тағы бір видео жаздым, сол трейлинг стоп жайлы. Осы видео екеуі қатар шығу керек. Сонда көре кетсеңіздер болады. Көргендеріңізге рахмет. Саудаларыңыз сәтті болсын.